нелер Жаркентте сауда дүкендерін ашып, сауда да жүргізген, елге де шарапатын тигізген. Анау жылы бір уағызында айтқандай, бай болған енді. Рухани бай адамды қазақта орыстың богатый деген сөзінің аудармасы емес дейді, бай деген. Рухани бай болған адамды бай деп айтады дейді. Сондай азаматтар болған. Бұлар бірақ енді өкінішке орай кеңес өкіметі орнаған уақыттарда 1928 жылдары бұл кісілердің 15-і атылып, маман ұрпақтарының 36 жер аударылып, сондай көп нәубет көрген бұл кісілер, қудалауға ұшыраған. Мектептердің бәрі жаңа қиратылып, басқа кеңес өкіметінің нелеріне басқа сипатқа айналдырып, маман мектебі сол біздің руханиятымызға үлкен үлесін қосқан мектеп болатын. Енді бір қызық оқиға, осы кісілердің Есенқұл қажының ұрпағы, маман ұрпағы. Сол Есенқұлдың ұрпағы Халида анамыз кезінде сол 1918 жылы дүниеге келген. Сол Алматыдағы әкесі ана Ресейге жер аударылып, одан Қазақстанға келген, Алматыға келіп, медицина институтына түсіп, соны бітіріп шыққан уақыттарда бұны жаңағы бай шонжардың ұрпақтары деп ешқандай жаңағы атақ та бермей, сол кездерде соғыс басталып келген уақыттары Сталинге хат жазып тұрып, мен өліп кетсем, ата-бабам, менің бабаларым, Есенқұл бабаларымыз ақталсын деп тұрып, соғысқа штрафқа ротаға барып кіріп, сол Берлинге дейін жеткен ғой, сол Халида анамыз. Сонда әке үшін кешегі Мәншүк Мәметова сияқты, о да әке үшін, әкесін ақтау үшін ерлік жасап қайтыс болды. Мына Халида анамыз да сондай ғылым, медицина ғылымында жай қатардағы жауынгер болып, сөйтіп соғысқа қатысып, сол жерде санитар бригадасында істеп, артынан дәрігер болып, сөйтіп соғыстан оралғаннан кейін үлкен қызметтерде істеп, осындай маман бабаларының атын шығарған ұрпақ болатын. Яғни бұл маман ұрпақтарынан көптеген ғалымдар шыққан, соның бірегейлері осы кісілер. Енді біз бұл кісілердің айтып сөз қылып айтқан себебіміз Қапал қаласының салынуына негіз болған, Қарағашта мешіт, медресе салынуына негіз болған, жаңағы Қазақ Айқап газетінің шығуына көмек берген, үлкен демеушілік жасаған, және бұл айтып отырғанымыздай нағыз сауапты уақыт істеріне мұрындық болған осындай кісілер. Әлде біз Алла қаласа қазақ даласындағы осындай шоқтығы биік, біздің уақып жолында жария садақаларын жасаған, елге қайырымы мол болған азаматтар жөнінде сөз қозғаймыз. Және уақыптың да Алла қаласа біртіндеп осының шариғаттағы жолдары қандай екен, осының шарттары қандай екен, болғанда Алла қаласа біртіндеп дәрістерімізде келеміз. Алла тағала баршамызға осындай жақсы істерде себепші болып жүруімізге нәсіп етсін.